Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Coolfire. Бүгін біз осындай новый режим ойнайтын боламыз. Достар, бүгін осындай новый режим шықты. Көбісі осыны ұта алмай жатыр достар. Бұны қалай ұтатынын айтамын сіздерге. Кейбіреулер біледі, олар қазір комменттер жазуы мүмкін. Біз білеміз, сенен жақсы білеміз деп. Ұта білмейтіндерге көбісі X деген 3-ке келгенде, жоғарғы аспанға келгенде бәрі өліп қала береді. Сол өлтірмес үшін достар, осындай тұрып қой сары, соның қасына келесіздер де размещение дейма, соны басып қоясыздар да соның қасында жүріп ананы ата бересіз. Бір жақсы оны басып қойсаңыз, сізді ұра алмайды. Қараңыздар, өйстіп қашып жүресің, айналып қашып атып жүресің. Осылай хедшот беріп сөйтіп жүресің. Сосын өйстіп жүреді, басып қоюың керексің. Размещениені ма, соны қайта басып қоюың керексің. Енді мен соны басып қойып ойнап отырмын, адам бері топ-1 алып отырмын қайта. Андай лутбокстар ереткен, топ-1 алсаң, атып атып біз 2 адам АФК. Осыны басып қоямыз достар, өткен. Мынау қазір аспанға найзағай істеген кезде көк болып шығады, ал ананы басып қоймасаңдар болды уже. Қайтып бастайсыңдар раундты. Хедшот кетпейді екен, басын атсаңдар. Сосын достар, өте қиын. Сіздерге ең соңғы жағын түсіндірем. Өте қиын ең соңғы жағы, өйткені ол жерде аспанға жаман найзағай атады. Найзағай ойнайды да, сол кезде мынандайлардың бәрі қызыл болып кетеді, мынандай сары болып тұр ғой. Соның бәрі қызыл болып кетеді. Соны қалай қазір сары қылатын бәрін раундтың соңында көрсететін боламын. Мынаның басына қатты жатсаң да, достар, мына X2 келген кезде күші қатты болады. Кішкене күтесіздер, қазір күтесіздер, өйстіп айналып жүрген бір жақсы. Осы жерде қыпын көп береді. Болды достар, осы жерде қорықпаңыздар, өзімен өзі жүреді, өйстіп қуып. Осы жерде қорықпай барып ата бересіздер. 3 рет осылай істейді. Егер 3 рет істегеннен үлгермесеңіздер, өлтіріп қайтып ол дейтін сіздермен қырылып кетеді. Қараңдар, бәдейін андай Қытайда болғансын ба, самурай болғансын ба, осындай киім киіп алдым. Қытай сияқты болып. Енді осы жерде бір спас сондаймен ату керек. Спас береді екен, драваш бере ма, әлі маған беріп қойған жоқ әйтеуір. Осындай кезде атып үлгеру керек достар. 4 адам атса үлгереді, біз 3 адам болып әрең үлгердік. Бірақ оң өзінде де, үлгергеннің өзінде де. Қазір қараңыздар, атып. Қазір үлгере алмай қаламыз біз. Сонда да бірақ өзімен қырылса да, қазір сарының бәрі қызыл болып кетеді. Сіздерге міне осындай кезде 1x-те бәрі қызыл болып кетеді. Сарының бәрі тек қана осы ғана істелінеді, қалғандардың бәрі қызыл болып кетеді. Осыған келіп алып жүрмесеңіздер, қазір аспанға резко 3 рет істегеннен резко аспанға істейді. Егер осыны қосып қойып жүрсеңіздер, өлмейсіздер, төртеуіңіздер. Әйтсе қоспасаңыздар өліп қаласыздар, уже болды, ұттық біз. Мен соңында сөйлейді міне осылай. Ал сөйлейтін білмейді. Мой мастер бірдеңе деп жатыр. Тыңдаңыздар, ұстап. Сөйлемей-ақ қойын, тыңдап алыңыздар. Так, достар, енді болды, осылай бітеді. Оп-оңай ұттық, боттардың іштерін ғаш. Тым аталған жоқ, денесіне атып. Мана негіз бірінші раундта осылардың кесіне өліп қалдық, өйстіп қуанасың. Енді достар, сіздермен болған Coolfire, видеоны лайк басыңыздар, давайте.